сізде бизнесті отбасыдан жоғары қойған кездеріңіз болды ма? Әрине, бастапқыда сен әрине бірінші жаңағыдай бизнесқа 80% көңіл бөлесің десем болады да, 80% көңіл бөлесің, 20% уақытыңды бала шағаңа көңіл бөлесің. Бірақ уақыт өтеді 1 жыл, 2 жыл. Мен даже партнерларға айтамын, 5 жыл уақыт өтсінші деймін. 5 жыл қайда өтпей жатыр, дұрыс па? Кеше ғана пандемия болды 2020 жыл. Улап, шулап, қырылдық қой. Бүгін 2025 жыл отырмыз. 5 жылдың қалай өтіп кеткенін білмейміз мысалы. А енді сіз қараңыз да, сіз қазір егер де 80% уақытыңызды бизнесқа бөліп еңбек жасайтын болсаңыз, ертең 1 жыл, 2 жылдан кейін, максимум жаңағы айтқандай 5 жылдан кейін да, сіз керісінше 80% уақытыңызды бала шағаңызға бөлесіз, а 20% ол жеткілікті болады да, жаңағыдай да, бизнесіңізді 100% жүргізуге. Қараңыз, 80% уақыт деген не нәрсе? Бала шағаңызбен шетелге қыдырасыз, бала шағаңызға былай айтқан кезде качественно уақыт бөлесіз да.